Айналада үнемі көріп біліп жүрген заттар мен құбылыстар өте көп, бірақ кейбірінің атауын біріміз білсек, біріміз білмейміз. Сондай атауларды бөлісуді жөн көрдік. Бұған дейін білген бе едіңіз? Эфа. Скрипканың шанағындағы F әріпіне ұқсайтын ойықты байқаған боларсыз. Бұл сәндік үшін емес, дыбыс толқынын таратуға арналған ойынды. Қазақтың қара домбырасының үндігі секілді қызмет атқарады. Ол эфа деп аталады. Мононим. Бір адамның толық аты жөні бір ғана сөзден тұрса, бұны мононим деп атайды. Мысалы, Аристотель немесе Вольтер, Стинг, Мадонна. Октаторп. Бұл символды ауызекі сөйлеуде тор, решетка, не торкөз, хеш деп атап кеткенбіз. Алайда оның үкілеп таққан атауы бар, октаторп. Октаторп атауы 1970 жылдары берілген, ал символдың өзі 17 ғасырдың жазба деректерінде байқалады. Мандегрин. Мандегрин дегеніміз бір сөзді басқаша есту. Әсіресе телефонмен сөйлескенде не ән тыңдағанда мандегрин туындауы мүмкін. Мәселен, желбіреп көк туды, пойызыңды